Алармысына солдым. Сәлем, сүйікті көрермендеріме. Пікір жазып, мені қолдап қорғап отқандарыңызға үлкен алғыс білдірем. Жаман, теріс пікір жазып отқандарға да үлкен алғыс білдірем. Айналайындар, сіздер менің бейнелерімді әйгілі етіп жатсыздар. Сіздің әр жасаған іс-әрекеттеріңіз маған қарай менің жасап жатқан еңбегімді тегін жарнамалап беріп жатсыздар. Үлкен алғыс білдірем. Керемет менің еңбектеріме үлес қосып жатсыздар. Сондықтан аққа да қараға да қазір бәріне алғыс білдіремін шын жүректен. Енді алда не күтіп тұр, соны бір қарап жіберейік. Иә, бүгін 7 мамыр, бірақ бұл ешқандай да мейрам емес, ойдан шығарылған жасанды. Өйткені әскер қорғаушылар, олар ешқашанда халықты, ешқашанда отанын қорғамайды, олар тек өздерінің басшыларын ғана айтқанын тыңдайды. Сондықтан ондай біреудің айтқанын тыңдайтын, біреудің айтағымен жүретін иттердің мерекесі мен үшін мереке емес. Ренжімен, бірақ шындығы сол. Ал ағым кеттік. Сүйінші. Жеңіс. Қай салада жеңіс? Бір көптен бері бітіре алмай жатқан бір шаруаңыз, ісіңіз әділдік тауып, қандай да бір құжаттарыңыз, қандай да бір мысалға алимент ала алмай жатсаңыз, алиментке қолыңыз жетеді. Сотта қандай да бір әйтеуір жеңіс күтіп тұр сізді. Мынау және мынау бәрі жеңіс сіздің жағыңызда. Аққа құдай жақ. Сондықтан мынандай халде қалып қоямын деп ойламаңыз. Жолыңыз ашық. Құдай қаласа. Келесі қарыз дейді. Қарызбын дейді. Қарызын өтеуге бұл жаққа кетіп баратыр. Қарыз не болып жатыр мына жақта? Сізді қатты аяғыңыздан шалыпты ғой. Аспан мен жерде қалдырыпты ғой сізді қиын жағдайда. Енді не істеуіңіз керек? Алда бір жақсы жаңалық күтіңіз. Аста бір паста дейді. Ісіңіз алға басады. Жақсылық нәрсені күтіңіздер. Лайым жақсылық нәрсе болсын.